Бәріңізге ассалаумағалейкум. Нұреке доктор арнасына қош келдіңіз. Суши денсаулыққа қауіпті. Видео басталмас бұрын сіздерге өтініш. Сушидің зиянын біліп жүрсін деген ниетпен сушиді көп жейтін достарыңызға WhatsApp арқылы осы видеоны таратыңыз. Жапон асханасында тағамдық өнімдер термиялық өңдеуден өте бермейді. Дәл осы себепті суши қауіпті болуы мүмкін. Шикі балық етін тұрақты түрде тұтыну барысында ішек құрттарын жұқтыру қаупі бар. Жапондардың о бастан тұрған аймағына байланысты адамда өзгешеліктер болады. Олардың тұтынатын тамағы мен біздің тұтынатын тамағымызға байланысты адам ағзасында ерекшелік қасиеттер болады. Сондықтан жапондар секілді біз сушиді жей бермейміз, денсаулыққа қауіпті болуы мүмкін. Оның үстіне мұздатылмаған балықта аз уақыт ішінде ауру тудыратын бактериялар дамиды. Васабиі бар ғой қасында бірге келетін жасыл дәмдеуші. Сол табиғи васаби жапондық ақжелкек тамырының ұнтағынан жасалады. Нағыз васабиді дайындау қымбатқа түседі. Сондықтан көбіне қолы жеткен васабиді тауып, оған түрлі бояғыштар, дәмдеуіштер мен қос иістендіргіштерді қосу арқылы дайындайды. Бұл нәтижесінде ағзаға, денсаулыққа зиян болады. Сонымен қатар сушиге дәм беретін соя соустары да қауіпсіз емес. Оның құрамында көп мөлшерде тұз бар. Сондықтан мөлшерден тыс көп жеуге болмайды. Адам ағзасындағы артық тұз қабынуға алып келуі мүмкін. Сонымен қатар қан қысымы жоғары адамдар үшін көп мөлшерде тұз жеу гипертониялық асқыну қатерімен қауіпті. Оған қоса тұзда қан тамырларда жиналып қалатын қасиет бар. Соя соусының 1-2 ас қасық мөлшерінде 2 граммға дейін тұз болады. Ал біздің күнделікті тұтынатын тұздың мөлшері 5-8 грамм ғана. Сіз сушиден басқа қаншама тұз қосылған тағам жейсіз. Өндірістік әдіспен әзірленген аталған өнімнің құрамында тұрақтандырғыштар, консерванттар мен қош иістендіргіштер бар. Химиялық заттар сушиді зияндылығын көрсететін тізімді толықтырады. Ал сушиді сүйіп жейтін адамдар аталған тағамды тек сенімді жапон мейрамханаларынан тапсырыс беріп алу қажет. Күмәнді сайттардан, парақшалардан, асханалардан алудан аулақ болғаныңыз жөн. Назарларыңызға рахмет.